Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше хит болып жүрген кесе самсалардың жасау жолымен бөлісетін боламын. Бұл самсаларды ыстық тағам ретінде де ұсынсаңыз болады. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіздер. Және достар, қазақша контентті қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз самсамызды жасап бастайық. Ең алдымен мен сиыр етін дәл осылай сақтап турап алдым. Сиыр етінің орнына тауық етін де қолдансаңыз болады, өте дәмді шығады. Және мен осы етке тұз себемін, бұрыш себемін, кәуапқа арналған осындай бір шай қасық дәмдеуіш себетін боламын. Және шамамен 50 мл су құямын да барлығын жақсылап араластыратын боламын. Барлығын толықтай араластырып болған соң біздің етіміз шамамен 2 сағаттай маринатталып тұру керек. Осы уақыт аралығында біз қазір самсаларымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Қамырын дайындау үшін бөлме температурасында тұрған суға 1 шай қасық тұз саламын. Барлығының мөлшері видеоның описаниесінде жазылған. Және 1 шай қасық 6% уксус құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламын. Және алдын ала өлшеніп, електен өткізіліп тұрған ұнға тоңазытқыштан шыққан шамамен 50 грамм майды салып, қолмен барлығын бір келкі етіп, езіп, жақсылап араластыратын боламын. Енді осы ұнның ортасын ашып, жаңағы дайындап қойған суды құятын боламын аз-аздан. Мен қамырыма шамамен 130 мл су құйдым. Егер сіздің қамырыңыз бір-біріне бірікпей, жабыспай жатса, онда азғантай сәл ғана су қосып жіберсеңіз болады. Бізде қатты қамыр пайда болуы керек. Қамырдың барлығын біріктіріп, жақсылап иілеміз. Шамамен 6-7 минутта жақсылап иілеп, қамырымызды қапшыққа салып, 15 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді осы уақыт аралығында біздің салмамыздың пияздарын турап дайындап қоятын боламыз. Мінекей видеодағыдай осылай ұсақтап мен 4 бұрыштылап турап барлығын дайындап қойдым. Ет менде шамамен 2 сағаттай маринатталып тұрды. Соған жаңағы пияздарды қосамын, 50 мл сұйық май құямын. Және қаласаңыз бөлек майды ұсақтап турап қосып жіберсеңіз болады. Қойдың майын да қоссаңыз болады. Енді 15 минутта уақыт өтті. Біздің қамырымызды алып 6 бөлікке бөлетін боламыз. Бізде 6 дана кесе самса шығатын болады. Мінекей, қаласаңыз бірдей қылып таразымен өлшеп алсаңыз болады қамырларын. Мен көз мөлшермен осы 6 бөлікке бөліп, барлығын видеодағыдай домалатып, алдын ала дайындап қойдым. Мінекей, барлығын дәл осылай видеодағыдай қолмен бірінші дөңгелетіп жинап алып, әрі қарай қолмен домалатып, осындай пішіндер бердім. Қамырларыма енді барлығын бетін жауып қоямын. Тек бір-біреуден ғана алып отыратын боламын. Және біздің қамырымызды оқтаулайтын боламыз. Ешқандай да ұн сеуіп қажет емес. Біздің қамырымыз қолға жабыспайды. Осылай оқтаулап, тым қатты қалың не жұқа қылып жібермегеніңіз дұрыс. Және біздің кеселерімізді алып, соның ішіне жаңағы салмамызды саламыз, осылай видеодағыдай. Алдын ала барлық 6 кесеге өлшеп салып алсаңыз да болады салмаларын. Және осылай видеодағыдай үстінен қамырды жауып, қолымызбен жан-жағын осылай басып шығатын боламыз, бекітіп, жақсылап. Неке, дәл осылай бекітіп шығатын боламыз. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Және қыздар, бұл кесе самсаларды қазаннан немесе қазан самса секілді қазанға жапсырып та пісіруге болады. Дәл осы күйінде үстінен мына самсаның бетіне жұмыртқаның ақуызын жағасыз да қызып тұрған қазанға жапсыра саласыз. Және сол қазанда 45 минуттай пісіріп аласыз. Баяу отта қазанның қақпағын жауып. Неке, мен тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Біз бірақ қазанда емес, пеште пісіретін боламыз. Сол себепті біздің самсаларымыз кесе самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығатын боламыз. Егер сіз қазанға жапсырып пісіретін болсаңыз, жұмыртқаның ақ уызын жағу керексіз. Және бетіне қалауыңызша ақ не қара күн жұт себесіз.
енді міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минут 180 градуста пісіріп аласыз. Міне мен самсаларымды 45 минут 180 градуста қызарғанша пісіріп алдым. Ол пешіңіздің өзінің ыңғайына қарай, бірақ градусы қыздар. Осымен менің кесе самсаларым дайын болды. Ыстық күйінде өте дәмді болып шығады, бірақ өте ыстық болып тұрғандықтан қолдарыңызды абайлаңыздар. Біздің самсалар кесенің қызуымен біразға дейін осы ыстық күйін сақтап тұрады. Осымен біздің кесе самсаларымыз дайын болды. Өздеріңіз көргендей жасау жолы өте оңай, және біздің кеселерімізде сынып кетпейді пеште ешқандай да. Сіздерге міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Және кешкі асқа немесе түскі асқа ыстық тағам ретінде ұсынсаңыздар да болады.